Нұр Отан партиясының облыстық филиалында мемлекетті жаңғырту және коррупция өзара сыйыспайтын ұғымдар алдын алу жұмыстарының тиімділігі тақырыбында қоғамдық тыңдалым өтті. Елбасының 100 нақты қадам стратегиялық жоспарының аясында ұйымдастырылған кездесуде қоғамдық індетті болдырмау шаралары сөз болды. Шараға тиісті мемлекеттік органдардың өкілдері мен қоғамдық бірлестіктердің мүшелері жиналды. Нұр Отан партиясы облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Артур Молдағұлов сыбайлас жемқорлықтың ел экономикасына тигізетін зияны туралы айтып, қоғамда бұл індеттің алдын алудың маңыздылығына тоқталды. Послание президента страны народу Казахстана «Нұрлы жол путь в будущее». Қазақстан президентінің биылғы халыққа жолдауында экономиканың барлық салаларының даму жолдары көрсетілген. Ол үшін бюджеттен қомақты қаражат бөлінген. Бұл орайда қаражатты өз мақсатына пайдалану өте маңызды. Сондықтан елбасы Нұр Отан партиясына аталмыш мәселені қадағалауға атсалысуды, партиялық бақылауды жүргізуді тапсырды. Облыстық азаматтық альянс қауымдастығы қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы иммунитетін қалыптастыру үшін бірқатар шаралар кешенін өткізді. Зерттеу жұмыстары мен сауалнама нәтижесіне сәйкес облыстық тұрғындардың 70% билік органдарына сеніммен қарайды. У каждого госоргана есть своя значимая роль в противодействии коррупции. Әр мемлекеттік орган сыбайлас жемқорлықпен күреске өз үлесін қосуда. Алайда парақорлықты болдырмау әлдеқайда маңызды. Елбасымыз бұл жайында бірнеше мәрте айтқан болатын. Арнайы бағдарламаларда да алдын алу мәселесіне ерекше көңіл бөлінген. Азаматтық альянс мемлекеттік құқықтық қорғау органдарының және қоғамдық ұйымдардың бұл бағыттағы қызметін біріктіретін күш болып табылады. Біз балалар, еңбек жастағы және зейнеттегі адамдар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Елбасының 100 нақты қадам стратегиялық жоспарында көрсетілген 13-ші қадамда мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрамында арнайы бөлім құру қажеттігі айтылған. Алдын алу шараларымен қатар мамандар заң бұзушылықпен күресті де қарқынды жүргізеді. Жыл басынан бері бұл ретте 93 факті анықталды. Көбінесе қылмыстар мемлекет қаржысын ұрлау, пара алу, яғни парақорлық фактілері бойынша, сонымен қатар қызметтік өкілеттерін асыра пайдалану, қызметтік жалғандық жасау фактілері. Соттың үкімімен 10 тұлға бүгінгі күні кінәлі болып табылып, өзінің жасаған қылмыстарына. Жиын қорытындысы бойынша тиісті орган мүшелері жемқорлыққа қарсы алдын алу шараларын жетілдіру жөнінде өз ұсыныстарын айтты. Олардың барлығы қазір болмаса да болашақта оң нәтижесін беретініне ұйымдастырушылар сенімді. Әсел Оразбаева, Қуаныш Қазыбеков, Ақпарат.